Бүгінгі видеода көретіндеріңіз Бораттың туымызды таптауы, Деки Арман Боратты іздеуі, Бораттың екінші бөлімі не болмақ? Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін сіздермен бірге Сұмдық ТВ каналы. Бүгін сіздер Борат жайлы сұмдық ақпараттарды білетін боласыздар. Соңғы уақытта Борат мәселесі тағы да қызу талқыланып жатыр. Себебі таяуда Бораттың екінші бөлімі шығады. Алғашқы Бораттың шыққанына 14 жыл болды. Бүгінге дейін қазақстандық танымал тұлғалар бұл фильмге түрлі пікір білдірген. Борат фильмі шыққан кезде алғашқылардың бірі болып Қазақстанның алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пікір білдірді. Журналистердің бірі Борат туралы пікірін сұраған. Сол кезде былай жауап берді: осы журналист Борат Сағдиев қазір осында емес пе? Онымен сөйлесейін деп едім, деп қалжыңдады Назарбаев. Сондай-ақ елбасы басты кейіпкерді сомдаған Саша Боран фильмді Қазақстанда түсірмегенін айтты. Ол ешқашан Қазақстанда болмаған. Фильм румыниялық кедей ауылда түсірілген. Қазақтар рөлін кедей сигандар, ал мас қазақтарды мас америкалық студенттер сомдаған, деп жауап берді Назарбаев. Бораттың ең таңғаларлық қасиеттері оның дөрекілігі, білімсіздігі, нәсілшілдігі және шовинизмі. Ол адам емес, шошқа, ақымақ, дұшпан, жеркенішті. Танымал боксшы Геннадий Головкин Боратқа былай пікір білдірді: мен Боратты қарадым. Бұл шынайы оқиға емес. Маған ол күлкілі болмады. Менің ойымша бұл ақымақтық, бұл нағыз Қазақстан емес, деп жауап берді Геннадий Головкин сол кезде. Осыдан бірнеше жыл бұрын мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан да Борат фильмі туралы пікірін айтқан. Ол осы фильм арқылы дүние жүзінде Қазақстан туралы жаман көзқарас қалыптасқан. Борат фильмі әлемге танылғаннан кейін қазақстандық режиссер Еркін Рақышев 2010 жылы Бораттың жалғасын түсірмек болған. Борат менің ағам фильмінде ол Қазақстанның шынайы тұстарын көрсеткісі келген. Сценарий бойынша Борат фильмін көрген ақш азаматы Джон Қазақстанға келіп бәрін өз көзімен көрмек болды. Елге келгеннен кейін ол жындыханадан Бораттың інісі Доратты тауып алды. Бұл қазақтың ар-намысына тиген кино, қазақты қорлаған кино. Киноны көрген адамдар ғана оны біледі. Бүгінгі таңда шетелге шықсаң, сіз қай елден дегенде жауап беруге ұяласыз, деген еді Рақышев сол кезде. 2012 жылы Қазақстанның сол кездегі сыртқы істер министрі Ержан Қазақынов Бораттың ел үшін пайдасы тигенін де айтты. Оның көзінше сол жылдары Борат фильмінен кейін туристер саны көбейген. Егер Борат фильмінің екінші бөлімі шықпасын десеңіздер, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Мен туымды мақтан етем.